Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Зизи, және бүгін Back to School. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге осы оқу жылының образдарын көрсететін боламын. Достар, мен бірінші рубашкадан бастағым келіп тұр. Менің бірінші рубашкам ол осы рубашка, бұның асты жағы корсет секілді. Сіздердің бәріңіз осы рубашканы тиктоктан көрген болатын. Өйткені бұл өте популярны рубашка. Достар, номер 2 рубашка ол осындай базовый ақ рубашка, матасы денеге жағымды, және жай ғана ақ емес, бежевый түстерде. Достар, номер 3 рубашка ол оверсайз, ақ түстес, осындай рубашка. Ал келесі көрсеткен достар, ол осындай шалбар. Ол классический, жабысып қалған да емес, өте үлкен де емес. Ал келесі көрсететінім ол осындай шалбар. Үлкен, классический, высокий посадкада. И олар осыны мен корсет рубашкамен киім келеді. Подожди. Чё без голоса бута? Подожди. Ал келесі көрсететінім ол осындай юбка, сонсы. Шет жағында екі қалтасы бар, Глассманның классический юбкасы. Ал келесі көрсеткім кеп тұрғаны ол поло, кардиган, оверсайз. Ол қыз және көктемге өте жақсы келеді, сондықтан мен осыны оверсайз қып алдым. Ал келесі көрсететінім ол осындай юбка. Ол юбка плесе. Өте ұзын да емес, өте қысқа да емес. Ал келесісі ол осындай жилетка. Ол тоже Глассмандікі. Бұл каждый қыздың гардеробында бар зат, достар. Это база ғой. Ал келесі ол осындай классический пиджак. Глассманның пиджагы. Бұл өте маған ұнайды. И бұл укороченная версиясы. Ал келесі ол осындай разнообразие үшін алған свитер, Сенсайдың свитері XXS размерінде. Және оның шет жағында осындай булавочкалар бар. Ол өзіме өте қатты ұнайды. Достар, ал келесі ол осындай корсет, қазақи. Менің ойымша бұл самый прикольный корсеттің расцветкасы. Бұл көк түсте, менің ең сүйетін түсім. Бұны наурызға кием, және различный мероприятияларға киюге де болады. Достар, ал келесі бұл тоже кардиган, Глассмандікі. Тоже осындай базовый. Точно такой же, как полоныкі сияқты. Достар, ал келесі ол екі обычный скимс футболка. Біреуі ақ түсте, біреуі темно-синий. Бұны мен поло сияқты қып алдым. Достар, ал келесі ол осындай ақ водолазка Зарадан. Бұны водолазка сияқты киюге болады. Бұны шалбармен де, юбкамен де киіп кетуге бола береді. Келесі ол осындай базовый безрукавка. Және бұл маған өте қатты ұнайды. Мен осындайды жыл сайын аламын. Сонымен достар, осы видеоның аяғына келдік. Осы оқу жылында бәрлеріңіз 5-ке шыға беріп, осы оқу жылы жеңілден болсын. Егер сіздерге менің школ формам ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Зизи, және осы видео соңына келеді. Қош,
Сау болыңыздар.